тізбекті теңсіздіктермен жұмыс жасаймыз. Матлапты қай жерден орнатуға болады? Лицензиялық кілт көрсетілген. Бүгінгі тақырып матрицалармен жұмыс жасау. Сызықты теңсіздіктерді шешу. Бірінші мысалды қарастырамыз. Мысал, MATLAB оқулығындағы матрицалармен жұмыс тақырыбынан алынған. Келесі Б пунктына көшейік. Әуелі мәндерді енгізу керек. Ол үшін біз қосымша әріптерді енгіземіз.
Z mənim ilk mənim yengizib variables tablicasına yengizemiz.